жылы 25 қазанда Қазақ КСР жоғары кеңесі тәуелсіз Қазақстанның бірінші құқықтық құжаты республиканың егемендігі туралы декларацияны қабылдап, Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі саяси құқықтық негізін жариялады. Қазақстан Республикасына деген әрбір азаматтың мақтаныш сезімі мереке кезінде қалай болса да шалқитын дәлелі бар. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсап өткен тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері еліміз талай-талай асқарлы асуларды бағындырды. Осындай тарихи мереке қарсаңында біздің мектепте де үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Соның алғашқысы осы эссе сайысы. Екі шектің бірі қатты, бірін сәл-сәл кембіра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, ортамызға қазағымыздың киелі қара домбырасын арқалап жүрген жас шәкіртіміз Қанатұлы Бексұлтанды шақырайық. Кезекті өздерінің жалынды жырлары мен керемет құттықтауларын алып келген бірнеше шәкіртімізге берейін. Жақсылар жанын қиды қасіретпен, алаштың ерлері бар асыл өткен. Арманым болмаса еді-ау туған елім, жайнап қазақ болып тасып өтсем. Өр елім маңдайынан жарық көрдім, бабалар өнегесін алып келдім. Ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған дүниеге не алып келдім. Нұрына шомылдырып алтын күннің, республикам ертеңге талпындырдым. Өзінен шабытталып ақын қиял, ертеңге шалықтап шалқып жүрмін. Жарқырап жанған күнде азаттығы, көрінер ұлтымның да ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өйткені ол ұлт күні, қазақ күні. Құрметті байқауға қатысушылар, сіздерге аз да болса да рухани жан дүниелеріңізге серпіліс, шығармашылықтарыңызға шабыт бере алдық деген сенімдеміз. Ұшқыр ойларыңызды жинақтап, болашақта өз отанымыз Қазақстанды қандай келбетте көргілеріңіз келетінін, ол үшін сіз болып, біз болып не істеуіміз қажет сынды сұрақтар төңірегінде ойларыңызды ақ қағаз бетіне әдемілеп, суреттеп жеткізесіздер дейміз. Сіздерге сәттілік, серік болсын. Құрметті оқушылар, біздің кешегі эссе сайысымыздың нәтижесі аяқталды. 10-шы А сынып оқушысы Тоқанова Сая, бірінші орын.
10 А sınıf оқушысы Марат Ахмет, 2-ші орын. 8-ші Б sınıf оқушысы Баратова Дильназ, 3-ші орын. Нұрахунова Амина.